Қайырлы күн оқушылар, бүгін 4-ші сынып дүниетану пәні 3-ші тоқсан БЖБ 1-ші және 2-ші БЖБ. 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Табиғат құбылыстары ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау. Бірінші тапсырма. Суретте бейнеленген шаруашылық түрлері еліміздің қай аймақтарында жақсы дамыған. Бірінші суретте мал шаруашылығы Шығыс Қазақстан облысында. Екінші алма өсіру апорт дейміз, Алматы облысында, оңтүстік Қазақстанда. Бірінші сурет Шығыс Қазақстанда. Осы бір суретті таңдап, келесі тапсырма. Осы шаруашылық түрлерінің дамуында климат қалай әсер етеді? Климат барлық жағынан да өте әсер етеді деп жазасыздар. Мысалға, жеміс-жидек апорт алма шаруашылығын таңдайтын болсақ, бұған климат егерде күн салқындап кетсе, аяз түсетін болса, суықтап кетсе, онда алма шаруашылығымен жұмыс істей алмайды. Осылай етіп жазатын боласыздар астына. Екінші тапсырма. Өрт шыққан жағдайда қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау керек? Сурет бойынша екі ереже құрастырып жаз. Бірінші ереже. Өрт шыққан жерден тезірек шығу қажет. Екінші ереже. Өрт шыққан кезде өрт сөндірушілерді шақыру қажет. Хабарласып. Солай жазатын боласыздар. Келесі үшінші тапсырма. Суретті пайдаланып сұрақтарға жауап бер. Балаға қарап, нысандардың балаға қатысты орнын анықтайсыздар. Бірінші, солтүстік жағында бізде диірмен, солтүстік жағында диірмен тұр дейсіздер. Шығыс жағында құдық, батыс жағында электр станция деп үстіне жазатын боласыздар. Бағалау критерийлері сіздерге берілген 8 балл. Міне қарап алсаңыздар болады. Қоршаған орта қорғау тақырыбы бойынша жиынтық бағалау. Бұл бізде 2-ші балалар. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап жаз. Сен тұратын аймақтың климаты қандай? Сіз өздеріңіздің климаттарыңызға жазасыз. Салқын, жылы, мысалға тағы да басқа. Климатты ескере отырып, сен тұратын аймақта өсімдік шаруашылығын қай түрін дамытуға болады? Неліктен? Өздеріңіз аймақтарыңызға қарай жазатын боласыздар. Егін шаруашылығы, бау-бақша шаруашылығы, алма шаруашылығы деген сияқты өздеріңіз біздің өткен тақырыпта картамызда бар ғой шаруашылық түрлері. Қай облыс қандай шаруашылықпен айналысады? Сол облыс бойынша өздеріңіздің шаруашылық түрлерін жазатын боласыздар. Келесі тапсырма. Сұрақтарға жауап жаз. Сен тұратын аймақта қандай табиғат апаттары болуы мүмкін? Көптеген апаттар мүмкін. Өздеріңіз қайда тұрасыздар, соған байланысты жазатын боласыздар. Мысалы, Алматыда болса, жер сілкінісі болуы мүмкін, су тартылуы мүмкін, немесе қатты жел, қатты жаңбыр, қардың көп жаууы, барлық табиғат апаттарына жатады. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жазатын боласыздар. Келесі тапсырма. Ол қандай себептерден туындауы мүмкін? Табиғаттық апаттар қандай себептермен? Мысалға, егерде қар қыстың күні көп жауатын болса, онда көктем мезгілінде күн ерте жылынып, тез жылып кетсе, мына қардың барлығы дұрыс ери алмай, тез еріп кетіп, бізде балалар не болады? Дұрыс айтасыздар. Су тасқыны болуы мүмкін. Сол сияқты балалар жаңбыр көп жауып кетсе, тоқтамастан, осының барлығы балалар табиғи апаттарға жатады. Келесі, бұл табиғи апаттың күнделікті өмірде тигізетін зардабы қандай? Әрине, зардабы көп. Жазасыздар, мысалға, көптеген тоқтамастан жаңбыр жауатын болса, жеріміздің барлығы су толып, су тезірек жерге сіңе алмай, жерлерде көптеген көлшіктер пайда болуы мүмкін. Біздің жолда жүруімізге кедергісін келтіреді. Келесі тапсырма.
Үшінші тапсырма. Глобуста ерекшеленіп берілген сызықтардың атауын жаз. Бірінші суретте нөлдік меридианы деп жазасыздар сызықтың атауы, екіншісі экватор сызығы. Осы екінші жұбы бойынша балалар сіздерге 8 балл беріліп тұр. Қарап танысып алсаңыздар болады. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Егер де түсінбей жатқандарыңыз болса, менің каналыма жазылып, комментарийге сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.